Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видеолерім 28-ші күні. Бүгінгі салмақ аттылып қалған. Салмақ өлшемейді екенбіз, сол жұма күні өлшейміз. Кеше неден кейін кеше йогурт жегем, қыдырып келгеннен кейін. Және де кешке ужинға, кешке асқа. Сол бүгін енді жұмыртқа жеп жатырмын. Перец, помидор. Соларды таңертең қалған помидор, перецтерді турап қуырып, үстіне 2 жұмыртқа салдым. Оливка маслыда қуырдым. Сосын қасында огурцы, бір ағашық болды. Осыны қазір жеп аламын. Содан кейін йогурт, бүгін обед, кеш йогурт болады деп шештім. Банан салып, ішіне грецкий орех салып, кешегідей жеймін. Басқа ешқандай жаңалық жоқ. Бұрынғыша немді күтіп жатырмын. Беговая дорожка. Беговая дорожка ма, дорожка для ходьбы ма, сондай деп аталады. Ондай скорость көп емес, бірақ жүгірейін десеңіз. Бірақ менің жүгіргенімді өзім білем. Мен жай жүгірсем де, мен жай жүгірем. Сол маған барат жүгіретін болсам. Бірақ та мен көп жүгірмеуге тырысам. Менің салмағымда жүгіруге кеңес бермейді, өткенде буын ауырады, жүректі түсіресі деген сияқты. Сол бұйырса келсе сіздерге көрсетемін. Сонда жаңалық, мен бірге болыңыздар. Бүгінгі ас мәзірді көріңіздер. Пока-пока. Ау жаным, ұбайым ма? Ұбабай өптеді. Қайырлы кеш қыздар. Бүгін кешкі асыма 3 қасық йогурт, жарты банан. Осыны жейін деп жатырмын. Қарағандарыңызға рахмет. Ертеңге дейін көріскенше. Перекусқа шай іштім. Немен пупы батончикті.